Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен. Бүгін Ертіс пен Ордабасы арасындағы жергілікті ойын басталу алдында ішкі өзгерістер өте көп, ішкі тәртіптегі өзгерістер өте көп. Бүгінгі ойында тек қана жеңіс күтеміз, себебі сезонның басталуының алдында бізде жеңіспен бастасақ, ол командаға да, жанкүйерлерге де ерекше бір рух беретін болады. Tried to move on but got motion sick. It's hard to forget when the dark days hit. It's cruel, remember the things I didn't do, and a dark day hits once more. In disbelief at the depth of the skies, can't open my eyes. Nothing holding me down, yet this weight inside reminds me I'm actually sinking. I've been thinking about the future, deep in things I didn't used to. I was free, not before. Мінекей осы сезондағы ең бірінші ойын басталды. Ойын басталғанда 3 минут болғанымен Ордабасы жақсы бір қарқынмен бастаған болатын. Бұл ойында қызық сәттер өте көп болады деген сенімдемін, себебі екі команда да өздік жаттығуларын жақсыдан жасаған, өзінің сборында жақсы аяқтаған болатын. Керемет трансферлер де бар. Өзара сондықтан жақсы бір ойын көреміз деген сенімдеміз. Өзіміздің Шымкенттік қарабала Мамаду Умбоджи алаңда өнер көрсетіп жатыр, бірақ Ордабасы сапында емес. Дәл қазір ойынның есебі ашылды. Ертіс біздің қақпаға гол соқты. Ең қызық жері бұршамада көтерілген доптан Мамаду Умбоджи фейдинге сброс тастады. Фейдинг гол соқты. Екі Шымкенттің Ордабасы ойнап кеткен ойыншылар бізге гол соқты. Біз дұрыс адамдарды жіберіп жатырық па? Фар. Және Мамаду Умбоджи. Мараес Ертіс қақпасына соққы бағыттаған болатын, бірақ та қақпашы өз орнында. Назарларыңызда Қазақстанда ең мықты комментатор екенін қатарынан 2 жыл дәлелдеген Әлімжан Асқар. Ассалаумағалейкум. Көп рахмет. Бүгінгі ойынның бірінші таймның тең жартысы өтті. Ойын жайлы және Шымкенттік атмосфера жайлы. Атмосфера керемет. Талай Еуропада стадионда болдық. Еш кем емес, керемет солдат болып лық толып отырғанның арқасында кәдімгідей бір Еурокубоктың ойынын тамашалап отырғандай әсер қалады. Бірақ маусым енді басталды, сондықтан Ордабасының ойыны жақсы деп айта алмаймыз. Былтыр 7-ші орында аяқтаған команда, өзгеріс аз, бапкер сол. Сондықтан Ордабасының жалпы чемпиондыққа таласуы мен үшін бір қиын нәрсе сияқты. Дәл осы ойын жайлы айтып өтсеңіз, Ордабасы айтарлықтай бір бум трансфер жасамағанмен, сборларында байқасақ, ешкімге бір есе жібермеген команда болды да. Соған қарағанда Ордабасы осы ойында қандай нәтиже тіркейді деп ойлайсыз өз басыңыз? Ордабасы жеңілмейтін шығар. Бірінші гол соққан Ертіс, Максим Федин ерекшеленді, және бұрын Ордабасыда ойнаған футболшы ретінде тойлаған жоқ. Одан кейін енді басымдық Ордабасыда. Ордан жігіттер қайта-қайта шабуылдап жатыр. Жаңа төреші бір қателескен сияқты.
доп қолға тимеген кезде ысқырып шабуылды жіберді. Негізі соңына дейін ойнатып, егер кейін гол болып жатса бар қарауға болатындай жағдай көрдім. Сондықтан жалпы негізі Ордабасы голсыз қайтпайды деген үмітім бар менің. Рахмет. Айымдан Асқардың айтуы бойынша Ордабасы бұл ойында жеңілмейді. Яғни бұл ойында немесе теңесіп, немесе Ордабасы жеңіп кетуі мүмкін. Не болса да көреміз. Әдіптің атын бағайық. Екінші тайм басталды. Есеп әзірге 1-1. Ордабасының қарқынына қарасақ, бүгінгі ойында жеңетін сияқты. Ал 15 минуттық перерыв кезінде Қайрат Нұртас өзінің кереметтей әндерін халыққа паш етіп кеткен болатын. Бүгін стадион лық тола, солдат жарияланған болатын 2 күн бұрын, және сайттарда 2 күн бұрын бітіп кеткен. Жалпы өзі стадионның айналасында кассаларда ойын басталуына 4 сағат алдын, яғни сағат 4-те, 3-те билеттер қалмаған болатын. Бұл дегеніміз Шымкент футболды сағынған, Шымкентке футбол керек. Біздің өңір былайша айтқан кезде южная столица футбола деп айтылады. Сол жақта. Ал мына жерде қаншасында керемет сейф жасаған болатын. Бұрыштама болған кезде Сергей Малыйға 2 адам баққан. Намаду умбот жить, топты үскіл күрегімен тосып. База жақ қынды. Пенальти. Ойының 90 минутта Ордабасы пенальти алды. Енді кім тебеді, сол сұрақ. Допты алған Айхан Астанов енді пенальти. Есеп теңестіретін керемет мүмкіндік.
ойын аяқталды, есеп 2-2 тең нәтиже тіркелді. Дегенмен соңғы секундтарда Шейхан Асаттың ойынды еселеп жіберетін мүмкіндігі болды, бірақ та мынау есепті жаттап алынған. Тоғыздықтан допты шығарды. Салып кететін тегіз. Жеңімпаздың құрметіне арнайы Золотой песок деген 10 атлат салют ағамыз. Соны қазір баршамыз тамашалайтын боламыз. Бүгін мереке, бүгін қуанышты күн. Әрине, жаңа гимн орындалды. Бұл гимнді біздің еліміздің мақтаныштары, қазақтың жоталы жамбыл жігіттері, тамаша топ, Алатау серлері! Матч аяқталды. Ордабасы Ертіс есеп 2-2. Назарларыңызға Ертіс футбол клубының бас бапкері Кирилл Алшевский. Ең бірінші бапкерге сөз берейік. Петрович, вам слово. Прокомментируйте, пожалуйста, этот матч. Ну, для начала хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли и создали такую атмосферу, которая есть, это, конечно, здорово. Даже с учетом того, что болели все-таки за свою родную команду, это создало определенный антураж. Это для футбола, для нашего казахстанского футбола это здорово. На самом деле такие матчи не придают только плюс. Также хотел бы сказать, очень понравился ваш город, максимально комфортный, было очень приятно здесь побывать, вот, поэтому здесь слова благодарности тем, как приняли. Что касается игры, достаточно боевая игра для первого тура, моментами даже содержательно, очень крепкий, сильный соперник. Честно говоря, готовились максимально серьезно и, в принципе, игра это показала. Думаю, что, в принципе, результат матча плюс-минус, по крайней мере, по горячим следам закономерен. Вот. И думаю, что такая игра тоже порадовала зрителей, с учетом того, что, в принципе, и счет достаточно хороший, и в вашей команде приходилось отыгрываться, поэтому думаю, все закономерно. Офицер сұрақтарыңыз болса, қол көтеріп. Баспасөз мәслихатын жалғастырамыз. Назарларыңызға Ордабасы футбол клубының бас бапкері Андрей Мартин. Бастамас бұрын дыбысты режимге қойып, ең алдымен сөз кезегін бас бапкерге сөз берейік. Андрей Михайлович, итоги матча, как для вас прошел матч? Пару слов по матчу. Я думаю, болельщикам понравилась такая игра, потому что, во-первых, много голов, и обе команды продемонстрировали хорошую игру, и гости, и Орда. Единственное, не хватило немножко, были моменты, были созданы намного больше моментов. Если бы мы были более чуть успешные в завершении, можно было даже в конце, их вратарь очень хорошо выручил. Ну, может быть, мы были ближе чуть-чуть были к победе, может быть, мы пропустили не совсем обязательные голы, потеряли концентрацию на первом угловом и потеряли концентрацию при втором пропущенном голе. А так, в принципе, к ребятам претензий нет, они молодцы, сегодня у них очень хороший настрой был. Спасибо огромное нашим болельщикам, которые заполнили стадион. С таким стадионом, с такими болельщиками, думаю, ребята еще будут радовать их хорошей игрой. Спасибо. И прошлый год весь играли в модуле с 3 центральными защитниками. Все сборы играли в модуле. Ну, такой выбор у нас у тренерского штаба. И Али Турганов очень хорошо провел все сборы. Ги Марселин Келама, он приехал очень поздно, просто он физически не готов. Понятно, если бы он физически был готов, он бы был первым выбором бы на сегодняшнюю игру. Поэтому мы потихонечку даем, договорились, что сегодня минут 20 он получит, потому что он вообще не готов на данный момент, но он очень хорошо тренируется, и я уверен, что это будет основной игрок в будущем и принесет много пользы команде.